Баршаларыңызға қайырлы күн, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге бидай жармасынан жасалынатын өте дәмді ботқаның дайындау жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге бидайдың ұсақталған жармасы керек болады. Оны кез келген супермаркеттерде оңай табуға болады. Алдымен ыдысымызды кесені толтырмай бидай жармасын саламыз. Жарманы 2-3 рет жуып аламыз. Жуылған жарманың үстіне 2 кесе салқын су құйып, отты жағып қоятын боламыз. Ботқа қайнағаннан кейін отты бәсеңдетеміз. Қақпағын толық жаппай сәл қиялатып қоямыз. Ботқаны баяу отта 15 минуттай қайнатамыз. 15 минуттан кейін суы тартыла бастаса, астын жабысып қалмас үшін қасықпен араластырып тұрамыз. 1 кесе сүт құямыз. Отты сәл күшейтеміз. Ботқа қайта қайнаған соң қақпағын қиялатып жауып отты бәсеңдетеміз. Тағы да бір 10 минуттың көлемінде пісіреміз. Ботқамыз дайын. Ботқалы сәл суы күйінде жақсы көреді. Өте дәмді, нан батырып жеуге болатындай етіп пісірдім. Татымына қарай тұзыңызды, қантыңызды саласыз. Қаласаңыз, өшіргеннен соң сармай қосып, немесе тосаппен, немесе жеміс-жидекпен қосып жесеңіз болады. Өте пайдалы әрі дәмді таңғы асымыз дайын болды. Ботқаны дастарханға ұсына беруге болады. Сіздерге балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген оқырман болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да тағы дәмді рецепттер болады. Сау болыңыздар.